Ассалаумағалейкум. Алма салмасы бар тәтті бәліш пісіріп дайындаймыз. Ал бисмиллах, ең алдымен 3,5 стакан ұнды елегіштен өткізіп аламыз да, 1 ас қасық дрожжды, жарты стакан қантты, жарты шай қасық тұзды, 2 жұмыртқаны, сәл қышқыл тартқан немесе ашыған сүттеріңіз болса қолдана берсеңіздер болады. 200 мл мен сол сүтті қолданып жатырмын. Сәл ашыған немесе қатық немесе айран қолдансаңыздар болады. Және 100 мл өсімдік майын құямыз да қамырымызды жұмсақ етіп илеп алып ашығанша бетін жауып қоямыз. Кейін 5-6 алманы алып жуып тазалаймыз. Барлық ішіндегі тұқымынан, керек емес қабығынан 2 қызыл алманы жұқа етіп тураймыз да қалғанын үлкен ірі етіп турап қызып тұрған табаға саламыз да жарты шай қасықпен лимон қышқылын және 2 ас қасық қантты себіп орташа қызудан сәл төменірек тұрған сковородкаға жұмсарып сәл піскенше жиі араластырып алмаларымызды дайындап аламыз. Және дайын болған соң шамамен бір 10 минуттай қуырып аламыз. Ол суығанша шетке қоямыз да ашып дайын тұрған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Оның 2 бөлігі теңдей етіп бөліп, 3-ші бөлігі сәл кішірек болса болады. Енді күлшелерімізді жайып аламыз. Дайын тұрған күлшені жайып болған пергамент қағазын үстіне төсейміз де ортасына суыған алманың салмасын саламыз. Яғни алма салмасын саламыз. Және екінші күлшемен бетін жауып, бірінші күлшемен бірдей етіп беттестіріп аламыз. Және бір ыдысты дайын тұрған күлшенің үстіне қойып, дөңгелек ізін қалдырамыз да 10 тілік жасап шығамыз. Және осы қамырдың шет жағындағы тіліктерге алманы саламыз да орап аламыз. Ең бірінші үстіндегі күлшенің қамырының тіліктеріне алманы салып ораймыз да, кейін екінші күлшені тіліп дайындап қойған қамырларға шетіндегі алма салмасын саламыз да әдемілеп онта реттеп орап даярлап аламыз. Және де осы тәтті бәліштің алма салмасы бар рецептін төменгі жақта жазып толық ақпаратты қалдыратын боламын. Керек болса төменге түсіп сақтап немесе жазып алсаңыздар болады. Міне мен көрсеткендей әдемілеп бәлішімізді болашақ дайындап әдемілеп аламыз. Және кейін 3-ші күлшемізді жаямыз да жұқа етіп 10 ұзыннан тең бөлікке бөліп аламыз. Және алмаларды 3 алма тілігін қоямыз да раушан гүліне ұқсайтындай әдемілеп раушан гүлдерін дайындап аламыз. Және бәліштің ашық тұрған шеттеріне сол 10 раушан гүлін қойып дайындап аламыз. Кейін бәлішіңіз әдемі болсын десеңіз, ортасына жұқа етіп пластина секілді кесілген алмаларды қойып реттеп аламыз да үстіне сәл қантты сеуіп шығамыз. Және жұмыртқаның бір сарысы мен 1 ас қасық сүтті араластырып қамырдың үстін толықтай жағып шығамыз жұмсақ болып пісу үшін. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Және бәлішті пісіру уақыты сіздің духовкаңыздың, пешіңіздің ерекшелігіне, тез пісіру немесе қызуына байланысты өзгеруі мүмкін. Міне біздің алма салмасы бар бәлішіміз дайын болды. Өте жұмсақ, тәтті, дәмді, өте сүйкімді. Ұнаса біздің YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдырып, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Ас болсын.